Сәлем досым, сенімен сәлем кино. Арнаға жазылып, қалауынша лайк немесе дизлайк қойды ұмытпа. Бүгін Финли атты қысқа метражды киноға қысқаша шолу жасайтын боламын. Сондықтан шайыңды дайындап, назарыңды маған аудар. Кино басында бір топ достар жаңа үйге қоныс аударып, ол үйді толық зерттеуге кіріседі. Алдымен шатырды тексеру үшін жоғары көтеріледі. Олардың жүректеріне қорқыныш үйіріп, дамбалдары дірілдеп жүреді. Олардың көздеріне үлкен болып тұрған бір қорап түседі. Оны ашып көргенде, ішінде бірінші көзге қорқынышты көрінетін кукла жатады. Кукла толығымен шынжырланған екен. Ішіндегі қағазды ашып қараса, онда Финли деп жазылып тұр. Алекс шошып кетіп, бұл жерден тезірек кетуді өтінеді. Ал Крис болса, бұл жай ғана кукла, сонша қорқып не керек дейді. Бірақ олар бір ауыздан кукланы осы жақта қалдыруға шешім қабылдайды. Түнде шатырдан біртүрлі дыбыстар шығады. Оны естіп Крис қолына бет алып кришаны тексеруге шығады. Ал қыздар болса шошынған күйлерімен не боларын күтеді. Қорқпаңдар, бұл Крис, және бәріне кінәлі Криса. Осымен бәрі тәубелеріне келеді. Дженни өз бөлмесіне барып, ұйықтағалы жатқанда шынжырдың дауысын естиді. Атып тұрса, орындықта Финли отыр. Қыз бұл құбылысқа қатты таңғалмай, оны алып есіктің сыртына қоя салады. Вообще логично. Дженни таңертең таңғы асқа келгенінде столдың үстінде отырған Финлиді көріп шошып кетеді. Осы кезде емес, түнде шошу керек етті. Таңғы ас ішіп болғасын Крис өзінің жұмыс барысымен жолға тартады. Ал қыздар болса кухняның заттарын шығарып, түгелдеп жатады. Финлидің көзі столдың үстінде тұрған пышаққа түседі. Бұл жігіт жаман нәрсе ойлағаны анық. Дженни шығып бара жатқанда артына қараса, столда отырған Финли жоғалып кетеді. Алекс ойнап жатқан болар деп оған мән бермейді. Ол өз бөлмесіне келіп киімдерін реттегелі жатқанда, оның артынан қолына пышақ ұстаған Финли келеді. Әйтеуір қыз оңай құтылады. Осылайша жолы болмаған Финли екінші қызға шабуыл жасауға тырысады. Ол тостерді алып ваннаға келеді. Тағы да жолы болмаған Финли басын стенаға ұра бастайды. Ал Алекс болса Криске қоңырау шалып ертерек келуін өтінеді. Крис келгенде Финли қолына бит алып, ең болмаса осыны өлтірейін деп оны күтіп тұрады. Арада 3 ай өтті. Олар тірі кукланың барына үйреніп кеткен, және онымен бірге бір шаңырақта өмір сүріп жатыр. Ал Финли болса сәтсіз шабуылдарын әлі де тоқтатар емес. Алекс ас дайындап жатқанда оның қасында Финли тұрады. Тағы да оларды өлтіру мақсатында тамаққа мышьяк қоса бастайды. Тағы да сәтсіздік. Одан кейін Крис машинасына отырып кеткелі жатқанда Финли кезекті шабуылына көшеді. Бірақ та берілгелі жатқан Финли жоқ. Ол жақсы қақпан ойлап тауып, келесі шабуылын дайындады. Бірақ та, как обычно, барлығы сәтсіз болып шығады. Келесі күні Дженнидің туған күні болады. Олар крокодил ойынын ойнап, Крис Финлиді мазақ етіп арын таптайды. Ода куклада ар бар. Бұған шыдамай Финли оларды өртеп жібермек болып, газ спрейін алып жанып тұрған отқа шашпақ болады. Бірақ та тағы да оларға ешқандай зиян тигізе алмайды. Келесіде Финли арбалетті дәл Кристің артына қойып, оған жіп байлап тартып қалады. Бір кезде айқайлаған дауыс шығады. Ол жүгіріп бара жатқанда, стоп, Финлидің түріне қараш, біреуге ұқсамай ма бір кісіге? Комментарийға жазып кетші, кімге ұқсайтын? Ары қарай кеттік. Олар мысыққа айқайлап жатыр екен, себебі мысық қымбат кілемнің үстіне бүлдіріп қойыпты. Ал Финлидің оғы вообще потолокта тұр. Финли мысықты жақсы көретіндіктен барлық кінәні өз мойнына алады. Әбден өкпелеген Финли қолымнан ештеңе келмейді деп шатырға қайта барып жатып қалады, және де оның көзі жасқа толы. Түнде Крис орнынан тұрып астына түссе, есік ашық тұр екен. Кенеттен оның артынан біреу келіп басынан салып қалады. Олардың қол аяқтарын байлап отырғызады. Осының барлығын Финли естіп тексеруге төменге түседі. Ұрлықшылардың біреуі мысыққа қаруын тақап тұрғанын көріп, Финли қатты ашуланып кетеді.
Сәлден соң олар қыздардың біреуін зорлауға әрекет етіп жатқанда кенеттен жарық өшіп қалады. Тағы да үйде кім бар деп сұрап жатқанда шатырдан тықырлаған дыбыстар шығады. Олардың біреуі тексеру мақсатында шатырға шығады. Тексеріп жатқанында аяғының астына шариктер түседі. Ол тайып құлап Финни тұрған тұзаққа түседі. Ең алдымен Финни оны қылқындырып өлтірмекші болады. Одан ештеңе шықпаған соң оны аямай пышақтап өлтіреді. Екінші ұры Финниді іздеуге шығады. Жатын бөлмеге келгенінде оның аяғынан арбалетпен атып қашып кетеді. Оқты алып тазалау үшін ваннаға келгенінде оны Финли газ спреймен күтіп тұрған еді. Қолы өртеніп, оны сөндіру үшін ваннаға қол сұққанда Финли тостерді іске қосады. Одан соң қолына пышақ алып, оны аяусыз өлтіреді. Осымен барлығы біткеннен кейін Крис және де қыздар Финлиге рахметін айтып, киім әпереді. Олар коктейл ішіп отырғанда біртүрлі бір дәм шығады. Сөйтсе Финли коктейлға бірдеңе қосқан екен. Сюжет бойынша қарайтын болсаңыздар, ол осыған дейін сәтсіз орындалған барлық нәрселерін кейінірек қайтадан сәтті орындап шықты. Соған қарай, жалпы сіздер коктейлға не қосты деп ойлайсыздар? Соны комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Осымен киноның соңына жеттік, достар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, және де келесі жолы қандай кино шолу жасайын, соны жаза кетіңіздер.